Алланың кереметі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Қостанайда 3 жасар қыз терезеден құлап, тірі қалды. Жазатайым оқиға 22 тамызда сағат 13:30-да 9 шағын ауданындағы 5 қабатты тұрғын үйде болды. 2019 жылы туған қыз 3-ші қабаттың терезесінен құлап түсті. Оқиға бала ересектердің қарауынсыз жалғыз қалған кезде болды. Бүлдіршін қалалық балалар ауруханасына жатқызылды. Дәрігерлер оған мидың шайқалуы, қабақтың ашық жарасы, іштің жарақаты диагноздарын қойды. Қазір жағдайы қанағаттанарлық, деп хабарлады Қостанай облысы ТЖД баспасөз қызметі. Ведомствоның мәліметінше, Қостанайда бір жыл ішінде тұрғын үйдің терезесінен бала құлаған 7-ші жағдай және облыс бойынша 13-ші жағдай. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.